Неге бестеден бесте бір екіде фото жіберді. Айта берейік, қазір просто самолеттері бар. Ал бірінші сұрақ, ешқандай бұзылушылық жоқ дейсіздер. Бірінші сұрақ, көрдіңіздер, таудың үсті. Біз етекте отырмыз. Ана таудың үстіндегі қазір міне жауын маусымын көріп тұрсыз. Бәрі сайғағып жатыр. Байқадыңыздар ғой? Байқадыңыздар. Тез ағып жатқан шығар. Рас қой? Рас. Екіншісі, қызыл кітапқа енген қаншама өсімді жан жануар бәрі бар. Доказать еттік па? Доказать еттік. Оны қайда жоққа шығардыңыздар? Мына суға кететін болса, суда ең таймен деген балық бар. Доказать еттік па? Халық доказать етті. Жүгіріп жүріп жанымыз үшін садаға деп доказать еттік. Рас па? Рас. Үшіншіден, рұқсаттары жоқ. Ана салып саған жолдарын көрдіңіздер ма? До сих пор разрешение ала алмай отыр. Бұл қалай заң бұзушылық? Немене шара қолдандыңыздар оған? Мына светке орнатқан разрешение халық берген жоқ. Берген жоқ. Мұқым ана заводтың цементтің құйып сағанда разрешениялар жоқ, бәрін істеді. Разрешениялар жоқ, бәрін істеді. Оны да біліп отырсыз, бәрін доказать. Видеофиксация, материал бәрі бар. Оған да түк шара. Қалай сонда халықтың істеген жұмысын бәрін сіздер жоққа шығарып разрешение береміз дейсіздер. Мынанша халық, біз сонда малмыз ба? Мынанша халық, біз малмыз ба сонда? Соған кетіріп тұрсыздар ғой. Енді жауабын естейік. Жаңағы экология жағынан орган бар, жаңағы біздің. Тұрып түсіре берші кейді. Жаңағы өздеріңіз білесіз, фабрика құру мәселесі бойынша. Соттың шешімі бар. 25 сентябрь.